Made in China. Қытайда жасалған деген белгісі бар тауарлар бүкіл әлемді жаулап алғаны бір ғана адамның арқасында болған білдіңіз бе? Қазір Қытай әлемнің екінші ең ұлы державасы. Әлемдегі ең үлкен армия, ең үлкен өндіріс, ең үлкен порт пен аэропорт, ең биік әрі ұзын көпір, ең жүйрік пойыздар. Бұл Қытайдың ең деген тізімін әлі біраз жалғастыруға болады. Ал дәл соның алдында ұлы серпіліс деп аталатын саясаттың кесірінен шамамен 40 миллион адам мерт болған адамзат тарихындағы ең үлкен ашаршылық өтеді. Болды, Қытай енді құрдымға кетті дегенде, тарихи сахнаға бойы небәрі 150 сантиметрді құрайтын Маоның есалаң саясатынан туған баласы өмір бақи мүгедек болып, отбасымен әбден азап шеккен Дэн Сяопин деген ұлы тұлға шығады. Бұл кісі өзіне ескерткіш орнатып, аэропорттар мен қалаларды өз атымен атамай, тыныш қана көзге түспей, ел игілігі үшін адал еңбек етіп,